Ал достар, мына жерде мен достарым тұр. Танысып қойыңдар, мынау Хамза, мынау Адлан. Қазір барып, бүкіл, қазақ тойы бар ғой. Қазақтардың тойы андай вайбовый болады ғой. Вайбты көрсететін боламыз. Міне достар, біз уже Астанадамыз, и бізге Диас келді. Вот бүгін осы баланың, үйлену тойы болады. А чё, киім қайда? Осылай ма, Достар, бэха айдап атсың ғой. Қарандар, қалай? Лайктарыңды басып отырыңдар обязательно. F10 достар, мотор F10. Сұмдық машина. Достар, біз уже той жаққа келдік. Қазір жаңағы баланың тойына баратын боламыз. BMW-ні айдадық. Қазір өте қызықты бір сәттерді көрсететін болам. Қазақ тойдың вайбын көрсететін болам ғой. Қазақ тойлар негізі самый вайбовый. Бүгін маған көмектесетін Хамза және де біздің операторымыз Адлан. И, сұмдық контент болайын деп жатыр. Так что видеоға лайктарында обязательно басып отырыңдар. Достар, пока мен видеоны монтаждап жатырмын, менде бір өтінішім бар. Мен Instagram парақшама жазылып кетіңдер. Мен Instagram парақшам описанияның астында болады. Осы жерде бүкіл өмірім бар. Және де қызықты рилстар шығады. Міне Нони Кизетпен және де Алтыбақан балалармен. Так что мына санды 1000 подписчикке дейін жеткізіп кетейік. Дәл қазір бізде биташ. Нұржамалдай елеңнің достарына. Дружок этой тусы, Давай. Когда братья вместе, шайтаны плачут, братья. Жігіттер, по идее, бұл қазақша влог. Қазақша. Мынау Диастың достары. Міне. Дружок, ұқсаймыз ба? Близнецы? Ұқсайсыңдар. Диас үйленген, қалай екен? Знаю, нормально. Ялып жүр бұл мына жерде. Потому что бірінші рет үйленіп отыр ғой. Ар жақта кипиш болып отыр, кипиш. Тұрар, свадьба қалай болады? Достар, бәрі өте керемет өтіп жатыр. Қазір бізде биташармен тойды бір күнде жасайын деп жатыр. Видеоға лайктарды басыңдар, қазір қымызды жібереміз, балалармен сосын билейміз. Вечер, родной, как свадьба? Шүкір. Балча жақсы, брат. Свадьба болды. Достар, мына жерде кепті болады. Всем подписчикам ассаламу алейкум. Желаю вам счастья, бараката, ризыка во всех дарах, чтобы ваша дорога была всегда открыта. Бұзаулар келді, бұзаулар. Достар, мына жерде қымызды жіберіп жатыр балалар. От душины. Лайктарыңды басып отырыңдар. Достар, бізде осындай бір той болды. GoPro өшіп қалған соң мен көп моменттерді түсіре алмадым. Болған моменттерді осы влогта көрсеттім, ал енді қазір біз екінші күнге аттанатын боламыз. Ассаламалейкум, құрметті достар, бізде той өтті, Енді біз Бека, Жандос, Нони, және де мен Алтыбақан болып жиналдық. Кет бір. Ал? Қашан шығатын болды? Бұл мен Теміртауға барған соң, негізі мен GoPro-мды ұмытып кеткен, брат. Мына жерде бізде Бикул Кизет өзінің эфирін жүргізіп жатыр. Міне, бұл Тұрардың блогы дейін. Жаз болғанда дым жиналмаймыз да. Жаз болғанда жиналмаймыз да. Қар жауғанда. Неге реально ондай? Типа, если даже без шуток айтсақ, Алтыбақан реально қыстың кезінде жиналады. Сосын еще қыста Майк Миллер отырады да былай дейді. Неге жазда жиналмадық, жеге дейді. Өйткені
жоқ маған қарашы да, мен хоть в любое время ше, мен Алтыбақан мен үшін андай ғой, мечта детства ғой, клуб. Енді спонсор жоқ болғасын, балдар ақша шығарып. Жоқ, спонсор жоқ емес, но не, спонсор табуға болады негізі. Просто жазбайды ешкім. Вот. Біз да презентация жасалмаймыз ғой, даже бір презентация жасап бердім ғой мен мықты болып. Вот достар, негізі бүкіл қазақ елі Жандостан крашлап ету керек, өйткені бұл даже тамақтану үшін бұл өзімен бірге барсетка алып алады. Еще VIP Қазақстан киініп алған. Андай P2P арбитраж деген осы ғой, Жандос ғой. Еще достар, бір қызықты зат айтайын. Білесіңдер ма? Потому что сен телефонда болдың, сен прямой эфирде болдың, сен видео түсіріп аттың, мен бір өзім бүйтіп отырдым. И сразу мен мақсатым. Сосын сен өзінше. Короче, достар, дәл қазір бір компания парней болып отыр ғой. Андай компания девочек, фу, мы не будем дружить дейді ғой. Міне қара. Басталды. Басталды. Айтыңдар. Күн ертең? Ақша сығып көрдіңдер ма, Ташкентке кетіп баратыр. Жоқ, қазір неге бізге шотты жауап бере алмайсың, Жандос? Соны айтшы. Видеоға сал болсын. Жоқ, реально отпускной алғанда, жылына хотя бы бір рет. Жоқ, жылына бір рет хотя бы ше. Менде жоқ ақша, 0 достар, мен 1 миллион подписчигім бар, бірақ ақшам жоқ мен. Спонсорлар жазыңдаршы, по-братски. Ол не сұмдық? Россияда қайда көргенсіңдер? Жоқ, мен айша айтам мен, Құдайға шүкір, өмірім жақсы, Аллаға шүкір. Жоқ, Жандос, мен даталы түсірем, пока сен шот жаппайын дегенде. До конца. Түсіндемдетейін деп жатырмын. Полностью. Түсінейін, мә қарасайын, сен заманында ондай болған ба? Сен дейді. Бәрі братандарға кеткен ғой, ем. Братандарға пиво алып беретін. Пиво алып беретін. Пиво алып беретін. Екі блок деп звондайтын еді, жүгіріп кететін. Балдардың бәрін, Ақша жинай кетіндер ма старшактарға? Достар, көрдіңдер ма? Бұлар деген жестко андай двигаться еткен кезінде. Біз жинайтын старшактар. Соның ең нелердің бірі, мен көршім етін, и досым етін ше ол. Прям дос болып араласқанбыз ғой, кішкентайымызбен. Очень хороший дейсің ғой. Но не конкретно суровые реалии көрген ғой. Ана черный дельфин дегендерін қалып қояды ғой. Белый дельфин болады ғой. Достар, біз Simple'дың компьютеріне обзор жасайын деп жатырмыз. Мына жерде мынандай бізде системный блок, подсветка, кулермен и плюс еще қараңдар достар, Lunacy бұл бустердің клавиатурасы. Четкий. И мына жерде MCI монитор. Мынандай тема бар. Достар, осындай бір керемет ауа райында көшеге шықтық. Мен Беканы өз ата-анамнан көп көретін болам қазір. Ерте кетесің бе сен? Жоқ, ертең емес. Осы аптан, осы пятницаға дейін болам ғой. Міне, мынандай тренировкалар бар. Көрдің бе? Топ ой көрдің бе? Кәнен Бұл қай жерді качать етеді, брат? Ол, короче, тестостеронын көтереді. Бір. Негесінде бір дейсің? Ана армиядағыдай. Қараңдар достар. Уй. Бекан, короче, несі ауырып қалды, арқасы. Мықты.
Блядь. Достар, болды, мен уже үйге келіп мына влогты монтаждап жатырмын. Өзім фьюз тиімді ішіп. Достар, сендерге осы влог ұнаған болса, обязательно лайктарыңды басыңдар, потому что бұл влог негізі той туралы болған, бірақ мен GoPro'м өшіп қалады, зарядканы алып шықпағанмын, и короче тойдағы түсірген моменттерді енді осы видеоға салдым. Сосын мына жерде мен Нони KZ-пен және де Алтыбақан балалармен уақыт өткіздім. Оны да сендер көрдіңдер. Енді менің ойымша осы влог аяқталады. Видео ұнаған болса, шынымен де лайктарыңды басыңдар. Ал енді достар, осы видеомыз аяқталатын болады. Сендермен бірге болған Тұрар KZ арнасы. Барлықтарына пока.